Бесасық бұл жай ғана ұлттық ойын емес. Бұл шапшаңдықты, ептілікті, логиканы, табандылықты дамытатын ұлттық асыл мұра. Менің мақсатым балаларға асықты лақтыруды ғана емес, өз мүмкіндігіне сезінуді үйрету. Әр қозғалыс шеберлікке жасалған бір қадам. Әр сәт өзіңді жеңу мүмкіндігі. Сіздерге бір сұрақ қойғым келеді. Егер бір ғана қарапайым ұлттық ойын баланың миын, моторикасын, ептілігін және өз-өзіне деген сенімін арттыра алатынын білсеңіздер, оған басқаша қарар ма едіңіздер? Менің бүгінгі айтқым келетін идея бесасық ойынның жасырын мүмкіндіктері және оның техникасын заманауи құралдар арқылы қалай күшейте аламыз. Бірнеше жыл бұрын мен бір оқушыны кездестірдім. Ол өте ұяң, қол қозғалысы баяу, ұсақ моторикасы әлсіздеу еді. Сабақта да, ойында да сенімсіз. Бір күні біз бесасық ойынын үйреніп жатқанда, ол асықты қайта-қайта түсіріп ала берді. Өзінің шамасыздығына ренжігені сондай, ойынның бас тартқысы келді. Мен ойландым, неге біз бұл қарапайым ұлттық ойынды тек дәстүрлі түрде үйретуіміз керек? Неге жаңа құралдар енгізбеске? Неге баланың техникасын күшейтпеске? Сол сәттен бастап біз бесасық техникасына жақсартатын қарапайым құралдар жасай бастадық. Мен сіздерге жеткізгім келетін негізгі ой. Бесасық бұл жай ғана ойын емес, бұл баланың ми табиғатын дамытатын табиғи тренажер. Ал техникасын арттыратын құралдар оның әсерін бірнеше есе күшейтеді. Неліктен бұл маңызды? Бесасық ойыны қол, көз координациясын жақсартады, ептілікті дамытады, дәлдікті арттырады, қимыл жылдамдығын күшейтеді, ұсақ моторика арқылы мидың жұмысын белсендіреді. Бірақ бүгінгі балалар гаджетке қарағанда асықты аз ұстайды. Сондықтан олардың моторикасы бұрынғыдай табиғи жолмен қалыптаспайды. Дәл осы жерде арнайы педагогикалық құралдардың рөлі басталады. Біз жасаған құралдар өте қарапайым, бірақ әсері зор. Мысалға, қарапайым ағаштан жасалған алдыбақан дейтін ойын. Бұл жерде баланың шапшаңдығын, ептілігін және көзінің көру жылдамдығын көрсетуге болады бұл ойында. Бұл жерде мысалға жай ғана сызғышқа қоямыз, ішінен попрыгунчикті, секіргішті, және ұрып қалған кезде бұл секіреді, секірген кезде қағып алу, астынан қағып алу, жанынан қағып алу. Сонымен қатар мынау жай ғана ағаштан жасалған. Бұл не үшін? Бұл баланың жылдамдығын, шапшаңдығын және ептілігін дамытатын ойынның түрі. Бұл ептілік деп атадық бұл ойынды. Жай ғана асықты мынау тұрған ағаштардың үстіне қоямыз. Сонымен қатар логика дейміз, логикаға мынандай шахмат ойынын ойрап таптық. Бұны шахмат деп айтуға және дойбы деп айтуға болады. Біз енді шахмат дедік. Бұл жерде мынау тұрған 4 асықты, мына жаққа 4 асықты екеуін ауыстыруымыз керек. Қара мен ақты ауыстыру керек. Лақтырасың, қағып аласың. Қараның үстімен ғана жүріп отырып, біз мына жерге баруымыз керек. Бұл ойын сондай. Сонымен қатар бір басты Айдаһар деп ат қойдық. Балаларымыздың қойған аты. Ол мына кішкентай шарикті мына жерден тастап жібереміз де, ақырын қарам жақтан қағып аламыз. Қағудың 3 түрі бар өзі: астынан, жанынан және қашып қағып алу. Және көзге, бұны біз мергендік деп алдық. Көзімізге баланың және қолдың ептілігі көзімізге жасалатын бұл жаттығулар болды. Бұны біз жаңағы ептілік деп аттық. Ақырын ғана попрыгунчикті қойып, мынау тесік стаканға түсіру керек. Бұдан басқа да ойындарымыз бар.
көптеген 12 түрлі заттан 12 түрлі ойын шығардық. Бұл қарапайым жай соктың, кока-кола, пепсидің ыдыстары және одноразовый стакандар, сонымен тарелкалар, жай қарапайым ағаштардан жасалған ойыншықтар. Нәтиже, ал ол ұяң оқушы не болды екен? Бір айдан кейін ол асықты еш қиындықсыз ойнай бастады. 2 айдан кейін достарының ішіне ең епті ойыншы атанды. 3 айдан кейін сынып алдында өз техникасын өзі үйретіп жүрді. Бұл жай ғана ойын техникасының дамуы емес, бұл оның бойындағы сенім, батылдық, икемділік сияқты қасиеттердің оянуы. Және ең таңқаларлық нәрсе, біздің экспериментте қатысқан балалардың 95% моторика, координация және зейін көрсеткіштері айтарлықтай жақсарды. Менің оқушыларым көптеген жеңістерге жетіп жүр. Қалалық, облыстық, енді республикаға шығамыз деген ойымыз бар. Бес асық ойыны қолда бар қарапайым, арзан, бірақ мүмкіндігі шексіз құрал. Егер біз оны дұрыс әдістемемен, дұрыс құралдармен толықтырсақ, әр баланың бойындағы талантты оята аламыз. Менің сіздерге тілерім, ұлттық ойындарға тек дәстүр ретінде емес, баланың дамуының кілті ретінде қараңыздар. Бір асық, бір дағды, 5 асық, 5 мүмкіндік. Рахмет.